Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін сіздерге түріктердің өте дәмді баклавасының жасалу жолын ұсынамын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, себебі бұл баклаваны бір жегеннен кейін өзіне ғашық етеді, ерекше бір дәмі бар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне 200 мл сүт құямыз. 100 мл сұйық май құямыз. Және 1 ас қасық алманың уксусын қосамыз. Және жақсылап барлығын араластырамыз. Содан кейін 600-650 граммдай ұнды шетінен қосып араластырамыз. Ұнды шетіне қосқан сайын араластыруды тоқтатпаңыздар. Рецепт бойынша 600-650 грамм, негізі көбірек немесе азырақ кетуі мүмкін ұн. Қамыр кішкене қоюланғаннан кейін үлкен қасықпен араластырамын. Сіздерге толық процесті көрсетіп жатырмын. Онды шетінен қосып араластырыңыздар. Бірден қоспаңыздар. Енді қасықты алып тастап, қолымызбен қамырды елейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Және қолға жабыспайды. Дайын қамыр тыну үшін шетке 10 минут қалып қоямын. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм грек жаңғағын блендердан ұсақтап тураймын. Егер сіздерден блендер жоқ болса, онда салафанға салып, оқтаумен ұсақтасаңыздар болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен ұсақтадым. Енді ыдысқа саламын грек жаңғағын. Ұсақталған грек жаңғағын үстіне 2 жұмыртқаның ағын қосып, жақсылап араластырамын. Салмасы дайын, шетке алып қоямын. Қамыр тынды, 10 минуттай тұрды. Енді осы қамырды бөлемін. 2-ге бөлемін және тағы да бөлшектерге бөліп елеймін. Негізі, егер сіздің оқтауыңыз үлкен, ұзын, жіңішке болса, онда бірден 3-ге немесе 2-ге бөліп қамырды бірден көбірек жасай берсеңіз болады баклаваны. Бірақ мен осылай кішірек бөлшектерге бөлемін қамырды. Себебі мен оқтауым кішірек болып тұр. Жіңішке және кішірек болып тұр. Сондықтан осылай бөлемін. Қамыр өте жұмсақ болып шығады, қолға мүлдем жабыспайды. Оның да қажеттілігі жоқ. Барлық қамырды бөліктерге бөлдім, еледім. Енді осындай тарелкаға салып, бетіне салафан жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямын. Қамыр 5 минуттай тұрды, тынды, жұмсарды. Енді осы қамырды жаямыз. Ол үшін бізге кукурузда крахмал қажет болады. Ұнды қоспағандарыңыз дұрыс. Осылай крахмалмен жаямыз. Қамыр өте жұмсақ, сондықтан жақсы жайылады және жұқа қылдырып жайғандарыңыз дұрыс. Негізі жұқа болу керек.
жақсылап жаямыз. Міне жұқа қамыр болып шықты. Осы қамырдың астына қолымызды қойған кезде жаңағы алақанымыз анық көріну керек. Өте жұқа болу керек қамыр. Және видеода көрсетілгендей осылай қамырды оқтауға орап, және шет-шетінен жиырамыз. Және жиырылған қамырды ақырындап оқтаудан аламыз. Мен оқтауым кішірек болғандықтан қамырды да кішірек бөліп, елеп және жасадым. Егер сіздің оқтауыңыз жіңішке және ұзын болса, онда қамырды 2-3-ке бөліп бірден жасай берсеңіз болады баклаваны. Енді осы жиырылған қамырға салмасын саламыз, және видеода көрсетілгендей қамырды осылай екі жағын жауып, үстіңгі жақтарын жақсылап жабыстырамыз. Жиырылған қамырдың шеттерін, үстіңгі қабатын барлығын жабыстыру керек. Сол кезде піскен кезде ашылып кетпейді. Енді пышақпен кесеміз. Артық қамыр қалып қалса алып тастайсыздар. Жақсылап тағы да жабыстырамыз. Үстін, шетін қамырдың барлығын жабыстырасыздар. Өте әдемі болып шығады. Және дайын баклаваны алып формаға саламыз. Енді майды дайындаймыз. 200 грамм сары майды ортаңғы отта ерітеміз жақсылап. Толығымен еру керек. Бұл майды біз дайын баклавалардың үстіне құятын боламыз. Міне ортаңғы отта қайнады, және үстіңгі қабатын алып тастаймыз майдың. Қасықпен алып тастасаңыздар да болады, немесе сүзіп алсаңыздар да болады. Толығымен ергеннен кейін отты өшіріп қоясыздар, кішкене суиды. Енді қалған қамырды жайып баклава жасаймыз. Әр қамырды жаярда крахмалды қолданамыз оның орнына, және өте жұқа болғанша жаямыз. Қамыр өте жұмсақ, тез жайылады, сондықтан қиындық тудырмайды негізі қамырды жаюдан. Тез жайылады. Міне өте жұқа қамыр болып шықты. Енді видеода көрсетілгендей оқтауға орап, шет-шетін жиырамыз. Жиырылған қамырды оқтаудан алып, салмасын саламыз. Видеода көрсетілгендей баклава жасаймыз. Қамырдың екі шетін осылай жабамыз, және шет-шетін үстіңгі қабатын барлығын жабыстырамыз қамырдың. Артық қамырды кесіп алып тастаймыз. Және кескеннен кейін де тағы да жабыстырасыздар қамырды. Піскен кезде ашық қалмау керек. Осындай болып шығады баклавалар. Барлық баклаваны осылай жасап шығамыз. Және дайын баклаваларды формаға саламыз. Формаға сүйек май жақтым. Және баклаваларды салдым. Және үстіңгі қабатына ерітілген сары майды жағамыз. Немесе құйсаңыздар да болады бірден. Енді мен қазір үлкен қаспен осылай үстінен құйып шығамын. Осылай сары майды құясыздар әр баклаваның үстіне. Піскен кезде ол сіңіп, жаңа баклаваның түстері өзгеріп, өте әдемі және дәмді болып шығады.
сары майды осылай құйып шығасыздар. Және духовкада 170 градуста 20-25 минут пісіресіздер. Бірақ өз духовкаңызға қараңыз, кішкене тез немесе жай пісіруі мүмкін. Әркім духовкасы әртүрлі. Және менде қамыр кішкене қалды. Енді сиропын дайындаймыз. Жаңағы пештегі баклава піскенге дейін 2 стакан қант, 2 стакан суық су және 1 ас қасық лимонның суын кастрюльге құйып, жақсылап араластырып, ортаңғы отта 20 минут қайнатасыздар. 20 минуттан кейін өшіресіздер, және мені баклава пісті. Ыстық баклаваның үстіне ыстық сиропты құясыздар. Менде бірақ баклава кішкене тұрып қалды, және духовкада көбірек тұрып қалды менде баклава. Негізі кішкене баклаваларыңыз сарғайғаннан кейін алсаңыздар болады бірден. Мен ыстық баклаваға ыстық сиропты құйыңыздар, сол кезде тез сінеді. Және духовкаларыңызға қараңыздар, кішкене сарғайғаннан кейін бірден ала берсеңіздер болады. Барлық сиропты құямыз, және бір күн баклаваны қойып қоясыздар. Бір күнде жаңағы сиропы баклаваға сіңуі керек. Дайын баклаваның үстіне фисташканы осылай сеуіп шығамын әдемі болу үшін. Егер фисташка болмаса, ештеңке сеппей қойсаңыздар болады. Және айтайын дегенім, баклаваларыңыз піскен кезде кішкене формасы кішірейеді. Сондықтан осындай духовкада пісетін үлкен жаңағы формаға баклаваны көбірек салсаңыздар да болады. Сыйғызып көбірек салсаңыздар, ол піскен кезде жаңағы кішкене кішірейеді баклаваларыңыз. Міне фисташканы осылай әдемілік үшін сеуіп шығамын. Және бір күнге қойып қоямын баклаваны. Сироп сіңуі керек. Баклава дайын. Осы рецепті пайдалансаңыздар, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар. Және мен каналыма тіркеліңіздер. Сіздерге көп рахмет. Ас болсын.